Қолдың июі жағымсыз сезім. Қол июінің себептері еш зиянсыз болуы мүмкін, ал кей жағдайда қауіпті аурулардың белгісі болады. Қол үйіп қалғанда немесе оған қалай көмектесе аламыз? Аяқ қолдарының сезімталдығы төмен кезде дененің кей бөліктерінде адам шаншу мен дызылдау сезінеді. Осының дене бөлігінің үйіп қалуы деп атайды. Оның физиология жағдайы оңай түсіндіреді. Жүйке талшықтары арқылы импульсінің өтуі бұзылған немесе қол сезімталдығын жауап беретін жүйкелерінің қан қысымы қамтамасыз етуі нашарлаған дейді. Қолдың ұйып қалуының себептері: ыңғайсыз ұйықтап қалу. Егер сіз ұйықтап жатқан кезде қолыңыз ұйып қалса, өте қатты немесе жұмсақ матрас таңдаған болуыңыз керек. Жастығыңыз өте төмен немесе жоғары орналасқан, саусақтарыңыз бен білегіңіздің әшекейлері кедергі келтіруі мүмкін. Ұйықтауға арналған киімдеріңіз тар. Ыңғайсыздық кейде ұйықтап қалу немесе бір күйде ұзақ жату бұл қол ұюының бір себебі болып табылады. Ұйып қалған қолмен оянсаңыз, одан арылу үшін жеңіл жаттығу немесе массаж арқылы жасау жеткілікті. Бұлшық еттерінің артық тырысылуы, ауыр көтергенде, ұзақ бір нірсанарды жұмыс істегенде, пенатақта теру, қол өнер деген сияқты қол ұйып қалуы мүмкін. Және жүктілік кезде де ұйып қалады. Созылмалы қол ұюының себептері: жоғарыда айтылған уақытша ұюының себептері адамдарда жиі кездеседі, ал кей ауруларда қиналатын адамдар оның созылмалы түріне шалдыққан. Жүйке жүйелерінің қысып қалуы немесе оның зақымдалуы, аяқ қолдарындағы сынғанда білек каналдары сигналдарының, саусақтарының, бұлшық еттерінің әлсізденуі, дамығанда жүйке жүйесі зақымдалады. Ұлғайып кеткен адамдарға білектері тағу, бауды байлау қиынға созылады. Дәруменді жетіспеушілігі. Дәрумен жетіспеушілігі жүйке жүйесінің жағымсыз әсері. Әсіресе В12 кальций қышқылы дәрумендер жетіспеуі. Қол ұйығанда не істеу керек? Қол бөлігі кенеттен ұйып қалса және ол күшейе берсе, босаңсудан кезектесе, тек қана қол емес, басқа да дене бөліктері. Денеде бөртпе пайда болса, бірден жедел жәрдем шақырыңыз. Егер уақытша ұйып қалса, жаттығу жасап жіберу жеткілікті. Созылмалы ұю кезінде оның пайда болу себебін анықтап, негізгі ауруды емдеп, сондай-ақ рационды түзеу маңызды. Оған кальций қышқылына бай өнімдер көбірек қосыңыз. Қол ұюын алдын алу үшін ауыр заттарды көтермеу, қолға арналған қарапайым жаттығулар жасап тұру, олардың қалпын өзгертіп тұру керек. Жұмыс жасау кезінде арасында бірнеше минут демалту керек. Йога немесе арнайы бір жаттығуларды жасап тұру керек. Өзіңізге бар созылмалы ауруларды уақытында емдеу керек. Денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Менің каналыма жазылып, мені қолдап отырыңыздар, лайк басыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.